жағдайында осындай колбасаны жасап, отбасыңызға, балаларыңызға қорықпай бере берсеңіз болады. Ең бірінші таза кастрюльімізді дайындап, бүтіндей тауығымызды жуып алып, керек емес бөлігін алып тастаймыз. Кастрюльге салып, пияз, сарымсақ және сәбіз, дәмдеуіштер салып, су құйып, жақсылап 1 сағаттай пісіреміз. Қыздар, 1 сағат өткенше ас үйге керекті заттарымды қайдан алғанымды айта кетейін. Бакшо-Байшо дүкенінен үйге қажетті, ас үйге қажетті заттардың барлығын таба аласыз. Онлайн доставка бар. Шымкент қаласында болсаңыз, Бәйтереков 43 адресіне келіңіздер. Дүкенімізде хит тауарлардың барлығын осы жерден табуға болады. Тауық етін жай отта 1 сағат қайнатып, осылай етінен барлығын сүзіп аласыздар. Сорпасынан бір ожау құйсаңыздар жеткілікті. Үстіне желатин салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Желатиннің халал түрі бар, сол түрін пайдаланыңыздар. Тауықтың етін сүйегінен ажыратып, көкөністермен бірге салып, қызылшаны теркадан өткізіп, осындай суын қосасыздар. Дәміне қарай аздаған тұз салып, блендермен езіп аламыз. Осындай баклажкаға құйып, 1 күнге холодильникке қойсаңыз, осылай кәдімгі колбаса сияқты болып тұрады. Рецебін лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ас болсын. Артық салмағы бар, азалмай жүрген қыздарға керемет тойымды таңғы астың рецептімен бөлісейін. Духовканың табасын алып, үстінен овсяный хлопья себесіздер. Бұл жерде геркулес түрін пайдалануға да болады. Ұнаған дәнектеріңізді ұсақтап турайсыздар. Одан кейін үстіне сұйық май, әселді салып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 35-30 минуттай қызартамыз. Арасында 10 минут сайын осылай қозғап тұрыңыздар. Барлығы қып-қызыл болып осындай қызару керек. Негізі бұл тойымды әрі құнарлы таңғы астардың бірі. Кез келген айранға хлопьяны салып, үстіне жидектер, банан қосып жіберсеңіздер болады. Өзімде үнемі таңғы асқа осылай жеп жүрмін. Рецебін лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Егер де энергияңыз аз болса, иммунитетіңіз төмен болып, қаныңыз азайып кетсе, ұмытшақ болып жүрсеңіз, қанша ұйықтасаңыз да шаршау болып, ұйқыңыз қанбаса, әлсіреп жүрсеңіз, дәл осы табиғи батты дайындап көріңіз. Ол үшін бізге мейіз, өрік және де асқабақтың дәнегі, кәдімгі жаңғақ барлығын жуып тазалап, блендерге осылай жақсылап араластырып аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен табиғи осындай балды қосамыз. Енді жарты лимонның суын осылай сығып қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де міндетті түрде шыны ыдысқа сақтаймыз. Күніге аш қарынға 1 шай қасықтан жеп отырсаңыз, иммунитетіңіз көтеріліп, шаршауыңыз басылып, тіпті гемоглобин де көтерілетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт пайдалы болса лайк басып, парақшама тіркеліп, осы видеоны жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ем болсын сіздерге. Қыздар, егер де сіздің давлениеңіз жоғары болса, иммунитетіңіз түсіп, тұмауратып жүрген болсаңыз, дәл осы қайнатылмайтын вареньені жасап көріңіз. Ең бастысы лимон және де имбир қажет. Лимонды бөліктерге бөлеміз, ортасындағы дәндерін толық алып тастайсыз. Мен блендерге салып, лимонды осылай езіп алдым. Негізі ет тартқыштың көмегімен өткізуге болады. Енді имбирді осылай 4-4 етіп торап салдым. Негізі лимон мен имбирдің екеуін де бірге ет тартқыштан өткізсеңіз де күшті болады. Үстінен 1 стакан қант қосып, қанты ерігенше жақсылап араластырып, шыны ыдыста сақтайсыз. Шайге де және де қайнаған суға да қосып іше берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, баршаңызға ем болсын. Басыңыз айналып, әлсіреп жүрген болсаңыз, үй жағдайында уколсыз, дәрісіз иммунитет көтеретін сусын дайындаймыз. Бірінші таза кастрюльді алып, қызылшаны теркадан өткіземіз. Қызылшаны алдын ала суға қайнатып пісіріп алыңыз. 100 грамм мейіз, 100 грамм өрік және де набат саламыз да үстінен қайнап тұрған 2 литр суды құямыз. Егер де набатты көп салсаңыздар, қант салмай қоюға болады. Мен 50 граммдай қант салып, бетін жауып 1 түнге қалдырдым. Осындай әдемі кастрюль іздесеңіз, Бакшо-Байшо дүкенінен таба аласыздар. Ас үйге қажетті заттардың барлығы бар. Қолжетімді бағада онлайн доставка жасайды, немесе Шымкент қаласындағы Бәйтереков 43 адресіне келіңіздер. Бағалары қолжетімді, барлық затты табуға болады. Енді 1 түн өткеннен кейін бір араластырып жіберіп, сүзгіден өткізіп, 1 апта бойы азанда және кешке ішетін болсаңыз, иммунитетіңіз көтеріледі. Осы әдісті жасап көріңіздер. Рецебін лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.